Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі көркем әдебиет ұйымдастырған оқу қызметіне қош келдіңіздер. Бүгінгі көркем әдебиет ұйымдастырған оқу қызметінің тақырыбы алтын бала. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өзіміздің көңіл күйімізді орнатып алайық. Ол үшін мына өлең жолдарын менімен бірге қайталайық. Таза бала мұнтаздай, сүйсінеді қараған, ұқыпты деп бұл қандай, жақсы көрер бар адам, ұқыпты осындай, болайықшы досымай. Яғни қандай бала болуымыз керек? Ұқыпты, таза, мұнтаздай бала болуымыз керек екен. Жақсы көңіл күйімізді көтерсек, енді сабағымызды бастайық. Балалар, енді мына мақал сөзіне назар аударайықшы. Алғыспен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Алғысты қандай балалар айтады? Сендер өздерің басқа бір адамдардың алғыс естіп көрдіңдер ме? Алғысты жақсы іс-әрекет жасаған немесе көмек көрсеткен балаға айтады екен. Балалар, енді менімен бірге ребус шешейік. Балалар, мына суреттерге назар аударайық. Ненің суреттерін көріп тұрық? Кімнің суреттерін көріп тұрық? Бірінші суретте, балалар, мынау қандай сан? Әрине, бұл 6 саны екен. Біз әлі алдағы уақытта 6 санымен толығырақ танысамыз. Кәне, бәріміз бірге 6 деп айтып көрейікші. Жақсы, жарайды. Енді екінші суретке назар аударайық. Ненің суретін көріп тұрық? Әрине, дұрыс айтасыңдар, нанның суреті екен, иә, балалар? Енді нанның жоғары жағында 2 тармақшаны көріп тұрық, иә? Яғни нан сөзіндегі 2 соңғы әріпті біз алып тастауымыз керек. Кәне, бірге айтып көрейік. Нан. Яғни нандағы соңғы әріпті алып тастасақ, қандай әріп қалады бізде? Қандай дыбыс қалады? Н, иә? Н. Енді қосып бірге айтайық осы 6-мен. Кәне, кеттік. Алтын. Қандай сөз шықты, балалар? Алтын. Өте жақсы, керемет. Алтын деген сөз шықты. Ал енді біз кімнің суретін көріп тұрық? Әрине, баланың суретін көріп тұрық. Кәне, қосып бірге осы ребусты шешейік. Алтын бала. Балалар, бүгін алтын бала әңгімесімен танысамыз. Біз бүгін әңгіме жанрымен танысамыз. Әңгіменің ерекшелігі қысқа оқиғаны әңгімелейді. Әңгімені мұқият тыңдаймыз. Күләш апай ас дайындап жүр. Тамақтың қамырын жаймақ боп, дайындаған суының тұзын көрді де қабағын шытты. Қап, ұмытып кетіппін ау. Зәукең, тез Нағима апаңның үйіне тұз әкеле қойшы. Зәукең жарайды деп тұра жөнелді. Күләш апай қамырын илей алмай тосып отыр. Зәукең келмеді. Әрі күтті, бері күтті. Ақыры шыдамы таусылды. Әлгі жүгірмек қайда жоғалып кетті деп далаға шығып еді, масаттанып келе жатқан ұлына шырасты. Тұз қайда деді апасы. Апатай, ұмытып кетіппін, деді де ол қайта жүгірді. Екеуінің сөзін естіген Бейсен ақсақал дәуірлеп қоя берді. Зәукеңге киіме келін, ол азамат болды. Оны кешіктірген мен едім. 3-4 күннен бері радиомыз сөйлемей қалған. Бала шағаға сендер бүлдірдіңдер деп киіп жатыр едім. Зәукең жетіп келді. Радионың ұстасы қайда деп сұрадым. Ол мен жөндеймін деді. Қой бұзып аласың деп сенбеп едім. Ол радионы айналдырып қарады да, жөндеуге болады ата, мен осыны жөндейтін үйірмеге қатысамын деді. Радионың қобдиын ашып көрді. Жіңішке қызыл сымды бір бұрандаға қосып бекітіп еді, радиом саңқылдап жөнелді. Ой, азамат екен өзі. Зәукеңдей бала жоқ, алтын бала. Өмірі ұзақ болсын деп Нағима апай да ақ тілеуін айтып жатыр. Кеше су ала алмай жатыр едім, жүгіріп келіп су алып үйге жеткізіп берді. Күләш апайдың көңілі судай тасыды.
Қуанышы қойнына сыймай шаруасы есінен шығып кетті. Неге келіп едім осы деп сасқалақтады. Тұзға, деді Зәукен қолындағы тұзды шешесіне ұсынып. Балалар, әңгіме ұнады ма? Әңгімедегі баланың іс-әрекеті сендерге ұнады ма? Анасы Зәукеңді қайда жұмсады? Зәукең атайдың қандай затын жөндеп берді? Әжей Зәукең туралы не айтты? Анасы неге қуанды? Осыдан кейін анасы баласына не айтты деп ойлайсыңдар? Ал сендер Зәукеңнің орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Жақсы, жарайды балалар, жарайсыңдар. Балалар, енді біз шаршаған болармыз. Менімен бірге сергіту сәтін бірге орындайық. Ата менен ананың айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса, қайда болсын барамын. Төсекті өзім жинаймын. Ешкімді де ренжітпей, ешкім маған тимейді. Мен де бәрін сыйлаймын. Керемет! Балалар, енді әліппе дәптеріміздегі суретке назар аударайық. Суретте кімді көріп тұрмыз? Суретте Зәукеңнің анасы не істеп жатыр? Анасы баласына не деді? Анасы баласын іздеп барғанда кіммен кездесті деп ойлайсыңдар? Әже мен ата баланың анасына не айтты? Анасы баласына қалай қарады? Ал енді өз аналарыңа сендер қалай көмектесер едіңдер? Кәне айтып беріңдерші. Жақсы, жарайсыңдар. Керемет! Балалар, осы алтын бала сөзіне назар аударайықшы. Алтын бала сөзін біз 3 тілде айтып көрейік. Яғни қазақша, орысша және ағылшын тілінде. Менімен бірге қайталап, еске сақтап аламыз. Кәне кеттік. Алтын бала. Жақсы. Золотой мальчик. Керемет. Golden boy. Өте жақсы. Керемет. Еске сақтап аламыз, осы 3 тілдегі сөзді еске сақтап аламыз. Балалар, енді мен сендерге жұмбақ жасырамын. Мұқият тыңдаймыз, ойланамыз, ойланып жауап береміз. Өзі тас, өзі ақ, дәмін татсаң ашшақ. Ал ойланамыз. Онсыз тамақтың дәмі кірмейді. Тағы да бір рет оқимын. Өзі тас, өзі ақ, дәмін татсаң ашшақ. Бұл не деп ойлайсыңдар? Әрине, тұз екен балалар. Жақсы. Зәукеңнің анасы осы тұзға жұмсаған болатын, не? Тұзсыз тамақтың дәмі кірмейді екен. Керемет. Жақсы балалар. Мен сендерге бүгін қандай әңгімені оқып бердім? Әңгіме қалай аталады? Әңгімеде кімдер туралы айтылған? Әдепті, ұқыпты, тіл алғыш бала болу қиын ба? Ал енді сендер Зәукең сияқты болғыларың келе ме? Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа сендер жақсы қатыстыңдар. Мен сендерге ризамын. Ал енді бүгінгі сабақтан әсерлеріңді мына смайлик арқылы маған белгілеп жіберіңдер. Қызыл смайлик, яғни түсінбедім. Сары смайлик, жартылай түсіндім. Жасыл смайлик, бәрі маған түсінікті, мен бәрін түсіндім дегенді білдіреді. Рахмет балалар, сау болыңдар.